Қазақ халқында ел боламын десең, бесігіңді түзе деген терең мағыналы сөз бар. Шындап келгенде, әрбір отбасы қоғамның бір бөлшегі, шағын отан. Отбасы әрқайсымыз үшін сүйіспеншілік, сыйластық, жарастық, татулық орнаған қасиетті мекен. Осы кішігірім отанымызда бойымызға дарған тәлім-тәрбие, елімізге, жерімізге деген сүйіспеншілік, ар-намыс қағидалары өмір бойы бізді жетелеп жүреді. Себебі отбасының бала тәрбиесінде алар орны ерекше. Баланың қалыптасуы отбасынан бастау алады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Ата мен ананың тәрбиесі қатар жүрген жерде жақсы азамат қалыптасатыны сөзсіз. Осы ретте ойыма ұлдың ұяты әкеде, қыздың ұяты шешеде деген мақал түсіп отыр. Яғни халқымыз ұл баланың да, қыз баланың да отбасынан бастау алатын тәлім тәрбиесіне аса мән берген. Не болса да отанның бір бөлшегі отбасыңа ештеңе де жетпейді. Өйткені отбасы табиғаттың әр адамға сыйлаған керемет бір сыйы. Соны мәңгі есте сақтап, ұмытпаған жөн.